Ассалаумағалейкум. Біз бүгін договорға қол қоямыз. Қызыл договорға ол үшін Google Chromeға кіріп, поисковикке госзакуп деп тереміз. Сол кезде бірінші шыққанға кіріп, ары қарай міне госзакупқа кіруіміз керек. Войти батырмасын басып. Енді осы жерде төмен қарай түссек, бізде кейбір кездер көрсетіліп тұрады, қызыл договор болып жанып. Жоқ болса, ондан рабочий кабинет дегенді басып, договоры, мои договоры деп кіреміз. Осы жерде біздің алдыңғы заказымыз 70 000 теңгеге келген, ол екінші болып тұр. Оған қарайтын болсақ, на статус договорына қарайтын болсақ, на подписании у поставщика деп тұр. Яғни, подпис қойылу керек деген сөз. Ол үшін осы номерге басып, договор и согласование деген бөлімге өтіп, мына жерде окей деп баса салсақ болады. Одан кейін төмен қарай түсіп көрсеңіздер, алдында утвердить еткенбіз, яғни данныйларды жазып, бик телефон номерін жазған болатынбыз, алдыңғы сабақтан қарасаңыздар болады. Сол договор бізге қайтадан келіп тұр. Енді осыған біз подпис қоюымыз керек. Ол үшін төмен қарай түсетін болсақ, міне подписать деген жасыл кнопка тұр. Ал енді осы жерде міне договордағы данныйлар көрсетіліп тұр. Енді ары қарай подписать деген батырманы басамыз. Осы жерде выбрать другой сертификат дейміз. Ары қарай сол ключіміз тауып өзімізден. Сол жерден ERSA деп басталатынды таңдаймыз. Мінекей. Одан кейін осы жерден біз қол қоюымыз керек. Қол қойғаннан кейін болды, уже біз қол қойылды деген сөз. Одан кейін келесі этапқа өте берсек болады. Енді жаңағы статус договорын жоғары жақтан барып көруге болады. Ол үшін жоғары қарай көтереміз. Так, мына жерде бізде рабочий кабинетті басамыз, договоры, мои договоры дейміз. Осы жерден жаңағы подписание деп тұрған еді, енді бұл жерде действует деп өзгерді. Осылай болу керек. Енді осы товарды сатып алып, курьерский компаниямен қалай жіберу керектігін келесі сабақта көрсететін боламын. Ол үшін арнаға тіркеліп, қолдауларыңызды білдіріп, түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Жауап беруге тырысамын.